Қайырлы күн баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында сиропсыз, қантсыз, бояусыз, артық ешқандай қоспасыз сарыағаштың суымен дайындалатын экономный вариантта үй жағдайында екі түрлі мохитоның рецептімен бөлісетін боламын. Егер рецепт қызықтырса, видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймын. Қазақ тілі контенттің дамуына аз да болса үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне ең алдымен бізге сарыағаш қажет болады. Бірінші, құлпынайдан жасалынатын мохитомызды дайындайық. Бізге осындай аз ғана құлпынай қажет болады. Құлпынайымызды басындағы жасыл шөбінен ажыратып аламыз. Үлкендеу деген 5-6 құлпынайымызды аламыз. Міне барлығын осылай тазартып алдық. Енді үстіне аздаған сарыағаш суын құйып жібереміз. Аздап қана құйсақ жеткілікті болады. Жақсылап, міне менде қол блендермен блендерлеп алдым. Жақсылап езіп, қоймаужың болғанша, сұйық болғанша блендерлеп аламыз. Міне осылай блендерлеп алдық. Үстіне енді 2 ас қасық немесе 3 ас қасық шамасында бал қосып, оны да жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Енді ыдысымызға ішіне аздаған жаңағы қалған құлпынайларымызды салдық. Лимон, лайм және мятаны міне жапырақтарын ғана жұлып, оны да қосып аламыз. Мятаның жапырақтарын қосып алдық, лайм қостық, лимон қостық. Бұл әдемілік әрлік үшін және де мохитоға дәм бере түседі. Әдемі дәміне дәм қосып тұратын болады. Жаңағы блендерлеп алған құлпынайлы массамызды ситодан өткізіп қосып аламыз. Және үстіне сарыағашты аздап құятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай алғашқы кезінде қатты көпіретін болады. Бірнеше бөліктерге бөліп құйып алатын боламыз. Міне дайын болды. Өте дәмді, қантсыз, сиропсыз, өте керемет дәмді болып шықты. Балаларға, үлкен кісілерге де өте қатты ұнары сөзсіз. Ең бастысы ешқандай бояғышсыз жасалынады. Түсі де сондай әдемі, дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Описание бөліміне нақты қажетті заттарды тізімді қалдыратын боламын. Міне мұз салып ұсына берсеңіз өте керемет. Осыны жаздың ыстық күнінде тамаша рецепттердің бірі. Енді келесі бізде мятадан жасалынатын мохитомызды дайындайтын боламыз. Мятамызды жуып тазалап алдық және мятамыздың тек қана жапырақтарын жұлып бөлек ыдысымызға салып аламыз. Міне барлығын жинап дайындап алдық. Енді осының үстіне балымызды қосып алатын боламыз. Бізде мята кішкене ашыл, қышқылтым болады, сол үшін 3-4 ас қасықты толтырып бал қосыңыз. Егер де балдан аллерген бар, бал ұнамайды дейтін болсаңыз, орнын қантпен алмастырсаңыздар болады. Міне бал қостық және аздаған сарыағаш суынан қосып алдық. Енді жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Мятамыз езіліп, қоймалжың қалыпқа келгенше жақсылап блендерлейтін боламыз. Міне дайын болды. Міне осындай қоймалжың массамыз дайын болды. Енді ыдысымызға ішіне аздап мятамызды саламыз, лайм, лимонымызды салып, ситодан дайындаған мяталы массамызды құйып, барлығын құйып, жақсылап сығып тұрып құйып алатын боламыз. Енді үстіне сарыағашымызды құйып аламыз. Мұнда да алғашында қатты көпіретін болады, одан қорқып, уайымдап қажет емес. Тек бірден барлығын құймай, бірнеше бөлікке бөліп, аз-аздап құйып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жылдам дайын болады. Ең бастысы ешқандай бояусыз, қантсыз,
жасалынады. Табиғи өзінің бояғыштарымен осындай өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Келесі видеода салқын көженің рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, жандағы қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.